Бауыр адам ағзасындағы өте маңызды мүше. Ол адам өмірін сақтап тазалайтын орган. Дәл сол сияқты бір жатырдан шыққан бауырлар да бір-бірінің бөлігі сияқты бір-бірінен бөлінуге болмайтын аманат. Кешегі видеоның астына қазір бауырлар бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң бере алмайды десе, тағы бірі бауырларға өмір бойы көмектесе беретін ол мүгедек емес шығар. Әркім өз дүниесін өзі тауып, өз өмірін өзі сүру керек деп жазыпты. Бір қызығы, осындай жазбалардың барлығын жазып отырған әйел адамдар. Бұл әйелдің мықтылығы емес, оның санасыздығы. Әйел отбасын біріктіруші, күйеуінің жүзін жарық етуші. Қазір күйеуін бауырларынан ажыратқысы келетін әйел болашақта өз бауырларының басын жалмауы мүмкін. Дінде, жер бетінде бұзықтық жасап, туыстық қатынасты бұзатындарға Алланың лағнеті бар делінген. Ал ер адамдар кім көрінгеннің сөзіне еріп, өз ата-анасынан, бауырларынан, тіпті ағайын туысынан безіп жүрсе, онда екі дүниеде де оп-оңай бақытқа кенелемін деп ойламай-ақ қойсын. Мұхаммед пайғамбардың хадисінде кім ризық несібесінің артып өмірінің берекелі болғанын қаласа, онда туыстық қатынасты үзбесін деген. Сондықтан жігіттер, қазір әйелімді тыңдамасам ажырасып кетіп, балаларымды көре алмай қаламын деп қорықпаңыздар. Сіздің бауырларыңызды керек етпеген әйел сізді де керек етпейді. Қазір әркімнің өз өмірі бар деп сізді жақындарыңыздан ажыратып алып кететін әйел, ол сізді емес, өзінің басын ғана жақсы көретін надан әйел. Ондай надан әйелдерден отбасы болуы қиын. Ризық еңбекке емес, жүректің тазалығына келеді.